Армысыздар, Атамекен бизнес арнасында сауда алаңы бағдарламасы биржа жаңалықтарымен мен Ануар Карбозов таныстырамын. Касси индексі 0,24 пайызға артып 2192,69 пунктке теңесті. Қазминералс акцияларының қымбаттауы индекс көрсеткішінің артуына әсер еткен негізгі фактор болды. Компанияның құнды қағаздары 2,86 пайызға қымбаттап 2700 теңгеге тең болды. Ал Халық банк акциялары бүгін 0,90 пайызға арзандап 95 теңге 50 тиынды құрады. Кигок және Қазтрансойлдың үлестік қағаздары сәйкесінше 0,8 және 0,7 пайызға арзандады. Қаржы нарығындағы қысқа мерзімді ставкалар артты. Бір күндік своп операциялары 143 базистік пунктке ұлғайып, 10,25 пайызға теңесті. Ал репо сегментіндегі көрсеткіш 17 базистік пунктке артып, 8,26 пайызды көрсетті. Ұлттық банк биржадан сапталық ноталарын 203,7 миллиард теңгеге бағалады. Олардың жылдық ставкалары 8,36 пайыз шамасында. Валюта нарығынан бірер ақпар. Доллар бағамы 1 теңге 58 тиынға артты. Америка валютасының бір данасы 354 теңге 12 тиынға тең болды. Сауда мөлшері 186,2 миллион доллар. Теңге өткен аптадағы рекордтық нығаюдан кейін қайта құлдырай бастады. Сыртқы факторлардың жақсы болуына қарамастан теңге позициясын жоғалтуда. Мәселен, бүгін биржада мұнай баррелі 80 долларға бағаланса, рубль долларға қарағанда күшейе түсті. Қазір 1 доллар 66 рубльға тең. Рубль теңге бағамына келетін болсақ, бір Ресей валютасы биржада 5 теңге 38 тиын бағамымен сатылымға шықты. Жалпы сатылған рубль мөлшері 28,3 миллион дана. Евро және юаньмен биржада сауда жүргізілген жоқ. Бүгінге айтарымыз осы. Биржадағы саудаларыңыз сәтті жүрсін ағайын.